Қазақстан халқы 2006 жылы алғаш рет алғыс айту күнін тойлады. Бұл жарлықты 14 қаңтар 2006 жылы Нұрсұлтан Назарбаев Әбішұлы ресми түрде 70-ші жарлыққа қол қойды. Сол себепті 1 наурыз алғыс айту күні болып бекітілді. Алғыс айту күні бұл ең алдымен еліміздің тыныштық пен үндестік, өзара сенімділік пен барлық қазақстандықтарға деген құрметтің орнығуына негіз болған президенттің бейбітшілік пен келісім саясатының салтанатты күні. Ұстазға ұлы рахмет, нәрімен білім созатқан, балалық досқа рахмет, қуанған бірге мұндасқан. Сол жанға айтам мың алғыс, сезім үшін жылытқан, халқыма туған рахмет, шындаған елге танытқан. Алғыс айту күні бұл бірлік пен алғыс айтудың уақыты. Және осы күнге орай біз колледжіміздің ұлағатты ұстаздарына бізді білім нәрімен сусындатып, болашақта жақсы маман болуымызға даярлап, тұлға болып қалыптасуымызда өзіндік үлесін қосып жатқан әрбір ұстаздарымызға алғысымызды білдіреміз. Сонымен қатар біздің жанымызға денсаулық сыйлайтын колледжіміздің аспаздарына, медбикелеріне алғысымызды айтамыз. Жалпы біздің сапалы және жақсы білім алуымызда үлесін қосып жатқан колледжіміздің әрбір мамандарына және де әріптестеріне алғыс білдіреміз. Алғысымызды тек қана ұстазымызға емес, сондай-ақ біздің колледждің тазалығына себепші болатын тек персоналымызға да мың алғыс айтамыз. Демнің алғашқы күнімен тұспа-тұс келген алғыс айту күні құтты болсын. Назарларыңызға рахмет. Бұл алғыстар мен ықыласты лебіздер сіздерге Дем 21-ден.